Сәлем достар, сіздермен Let's Cook KZ арнасы бүгін қызылшадан өте пайдалы, оңай және дәмді салат жасаймыз. Рецепт қызық болса, оны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Сонымен достар, бұл салат үшін 500 грамм тазаланған шикі қызылшаны кәрі сәбізіне арналған үккіштен өткізіп алуымыз керек. Бұл рецепті ең қиыны да осы болар, қалғаны өте оңай. Мінеки достар, анау-мынау дегенше қызылшаны да өткізіп болдық. Оны араластыру ыңғайлы болу үшін мен оны терең ыдысқа аударып аламын. Енді қызылшаның бетіне жарты шай қасық тұзды мінеки осылайша бір келке етіп сеуіп шығамыз. Одан кейін жай ғана араластырып, осы күйінде 30 минутқа қоямыз. Бұл уақытта қызылшаның суы шығып, өзі жұмсаратын болады. Қараңыздар достар, жарты сағат соң қызылшаның суы осылайша шықты, бұл суды төгудің қажеті жоқ. Қазір 1,5 ас қасық қантты қызылшаның бетіне видеода көрсетілгендей сеуіп шығамыз. 1 шай қасық кориандрды да дәл солай сеуіп шығамыз. Одан кейін 2 ас қасық алма сірке суын мінеки осылайша ақырын құю керек. Және соңында майдаланған 3-4 тілім сарымсақтан салып, қызып тұрған 60 грамм сұйық майдан құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Айтпақшы достар, салатқа әдемілік беру үшін мен кішкене қуырылған күнжіт қостым, бұл міндетті емес. Сонымен қатар достар, бұл салатқа қолданатын барлық дәмдеуіштеріңіз міндетті түрде балғын болуы керек. Ал енді салаттың бетін жауып, оны тоңазытқышқа 3-4 сағатқа немесе 1 түнге қоямыз. Мінеки достар, қызылша салаты дайын, түсі де, иісі де, дәмі де өте қанық. Жеген кезде қызылша барлық кәрі салаттар сияқты кітірлеп тұрады. Бұл өте пайдалы салаттардың бірі, сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Достар, бұл рецепт көңілдеріңізден шықты деген ойдамын. Менің каналыма қолдау көрсетіп, осы видеоға лайк басып, пікір қалдырып, дос құрбыларыңызбен бөлісулеріңізді сұраймын. Уақытыңызды бөлгендеріңіз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.